Уважаемый Станислав Николаевич, официально уведомляем вас про завершение бесплатного ранжирования всех субъектов Республики Казахстан по результатам 2016 года. Вектор-сервис ТО вошло в число номинантов и имеет право получить статус «Лучшее предприятие страны 2016 года». Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2016 жылдың Қазақстандағы ең үздік кәсіпорны атанды. Серіктестік облыс, республика және халықаралық рейстер бойынша жолаушы тасымалымен айналысады. Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірнеше жыл қатарынан үздіктер қатарынан көрініп келеді. Евгений Иванников жолаушы тасымалы саласында 40 жылдай жұмыс істейді. Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жүргізуші болып жүргеніне 4 жыл болған. Жұмыс өте жауапты және шыдамдылық пен қырағылықты талап етеді деп отыр. Бүгін ол 2016 жылдың үздік маманы атанды. Добросовестность, вежливость. Жолаушылар тасымалы саласында жұмыс жасағанда сыпайы болу маңызды. Бізде жолаушы әрқашан дұрыс айтады деген сөз бар. Барлығы осыдан шығады. Автобус сынып қалып суықта, қыста қалып қоятынымыз болады. Әртүрлі жағдайларда кездеседі. Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2000 жылы құрылды. 2013 жылы компания халықаралық деңгейге шықты. Серіктестіктің аталмыш жеңісімен Солтүстік Қазақстан облысы жолаушылар тасымалы қауымдастығының төрайымы от лица предприятий. Барлық жолаушылар тасымалы кәсіпорындары атынан Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығына және барлық қызметкерлеріне алғыс білдіремін. Сіздерге еңбекте табыс тілеймін. Әрине бұл біз үшін мақтаныш. Менің ойымша басқа кәсіпорындарда сіздерге қарап бой түзеулері керек. Қазіргі таңда жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрамында 13 автобус бар. Кәсіпорын жыл сайын жаңа техникамен қамтамасыз етуге тырысады. Кәсіпорын басшысының сөзінше, Қазақстандағы үздік кәсіпорын атануда барлық серіктестік жұмысшыларының қосқан үлесі зор. И хочется... Әрине ұжымға алғыс білдіргім келеді. Бұл жеңіс менің жеңісім емес, бұл барлық ұжымның жеңісі деп білемін. Вектор сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл жеткен жетістікпен шектеліп қалмақ емес. Жоспарда жаңа техника үшін ғимарат құрылысын бастау, алғашқы кірпіштері қаланып қойған. Салима Сагандыкова, Анжелика Воронина, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.